Достар, бәріне сәлем, сіздермен желден Нұралы крипто және бізде бүгін осы аптада ашқан трейдтарға жолы жасайтын боламыз. Осы аптада трейдтар менде 26-сынан басталды осы апта. Енді осы аптадағы трейдтарды қарайық. Осы апта менде қарастыратын болсақ, неше трейд ашылыпты. 26-сынан бастайық, 25 демалыс, 27-сінен бастап премаркет жіберген, өйткені 26 күн сауда жасамадым. Және бізде 27-сінен бастап мына трейд ашылыпты. Бұны неге аштым? Неге тейк болды? Давайте қарастырайық. Бұл бізде не бойынша болды? Бұл бізде евро бойынша болған екен, е. Давайте қарайық. Ол бізде мына күні болды. Не үшін алдым? Енді мен қолданатын басты информациялардың бірі графикте, ол мен просто бағаның бағытын былай көрем. Және сол бағыт бойынша, егер жоғарыда таргеттер болса, жоғарға қарай ашуға тырысамын. Мысалы, мына жерде бізде жоғарыда таргет ретінде мынау болды. Және осы жерден мен баға былай тұрған кезінен бастап позицияға кіруді жоспарладым. То есть таргет болды, плюс баға өсіп атты, плюс бізде структура лонг, ликвидностьпен жұмыс жасалған. Барлық информация алынғаннан кейін мен 631 бағасынан позицияға лонг деп кірдім, стоп нараға қойдым, тейк менде 2 эррорға барды, және мен позициямды сәтті түрде тейкпен успешно жапқан болдым. В принципе, ешқандай қатты қиындық жоқ, өте тема позиция болды, тейкпен жаптық, өте четко орындалды. Логикасы жалпы осы, мен астыдағы 4 сағаттық имбаланс тест жасап, оны төмен бейтіп кету, оны күтпедім. Мен просто жақын тұрған локальный трендті көрдім и осыны ары қарай жалғастыруға тырыстым. Все. Келесі бізде 28-і демалыс деппін. 28-і демалыс болған, бірақ мен гердан стоп-лосс ал қалдым. Неге? 28-і күні бізде ФРС бойынша жаңалық болған, ол күні по идее сауда жасағым келмеген, бірақ мына позицияны енді өзім алғым келді. Не үшін алғым келді? Давайте қарайық. Бізде 28-і күні, мына жерде бар. Мына позиция. Давайте басқа герді алайықшы. Вантаге мысалы. Мінеки, мына жерде алайық. Мына жерде лонг алған себебім бізде мына арада ликвидность. Бұл вантаге емес, давайте Blackbull алайық. Бізде мына арада PDL-да 2-1-де ликвидность болып тұрды. Сосын мен осыған лимитный ордер қойдым. Стопты былай алдым, тейкті 2-ға апарып қойған болатын. Неге олай алдым? Себебі бізде басты фактор ликвидность шештік, жоғары қарай закрепление бердік. Закрепление бізде каждый таймфреймда бар. 1 сағат, 4 сағатта, және де бізде кажется дневкада да болу керек. Бірақ дневкада закрепление жоқ екен, бірақ менің басты мақсатым бұл жерде 4 сағаттағы закрепление болды, және де структура 4 сағаттық лонг болған соң, осы структура бойынша дискаунттан алған, бірақ бұл күні процентный ставка бойынша жаңалық шыққаннан кейін мен бұл позициядан стоп алдым. Мен прям жаңалық үстінде емес, бірақ скорее всего сол процентный ставка бойынша жаңалыққа бағаны әкеліп отырды деп ойлаймын. Келесі бізде мына премаркетті бердім. Гер бойынша 29 күні тейк алдым. Неге тейк алдым? Давайте қарайық. Біз қарайтын болсақ, бізде үш тренд шортқа қарай өзгерген, закрепление лоудан бар, және мен шортты қай кезден алдым, қазір көрсетейін. Менің позициям примерно осы жерден алынды, стоп былай қойдым, тейк менде 1.65 эррор болды, мұның астына қойдым төменірек, және сол жерден бағаның позициямды лимиткамды алды да сәтті түрде тейкпен жауып берді. 23 минут отырдым тейкпен. В принципе, осы келесі күні евро бойынша мен премаркетте бөліскен информация бойынша тоже тейк алыппын. Евро-фунт тейк. Давайте қарастырайық. Бұл бізде 29 күні болған ситуация. Окей. 29 күні, 28 күні процентный ставка болады деп мен ашпадым ештеңке. Ал 29 күні четверг, бейсенбі күні неге шорт аштым? Давайте қарайық.
Так, бірінші фактор ол менде премаркетте айтқандағыдай фактор болды. Ол бізде так апталық таймфреймда так біз имбалансты толығымен толтырғанбыз. Так, сосын үстінен мына жақтағы ликвидностьті шешкенбіз. Содан кейін так мен былай қояйын. Вот мен мынаны примерно осындай позиция алынды. Тейк менде былай қарай созылған негізі, иә. Енді қарайық, біз төмен қарай келдік. Тренд шортқа қарай кетіп бара жатыр, иә. Және осы жерден ары қарай шортқа трендтің жалғасуы бойынша информация алынды. Мен өзім көбінесе осы трендтермен жұмыс жасаймын, басқа ешқандай информация қоспаймын, және трейдтарым осылай алынады. Так, бұл бізде евро бойынша болды. Давайте фунт бойынша қарайық. Фунт бойынша дәл сондай логика, бірақ бұл жерде мысалы қарасақ тренд лонговый, иә. Енді бұл кезде қалай жұмыс жасадым? Бұл кезде мен сол ақпараттарды қолдандым, бірақ бұл жерде өзінің жұмыс жасау нюанстары менде трендтан басқа болды. Ол бізде мына жақта үстінен ликвидностьтің шешілуі ретінде фактор. Так, сосын кіші таймфреймда біз не істедік? Біз келдік, ликвидностьті шештік, сосын баға ПДХ-ны шешпеді, иә. Давайте басқа бір брокерден қарап көрейікші. Басқа бір брокерде ПДХ-ны шешіп алды, кажется. Вот FXCM-да ПДХ-ны шешіп алды. Шешкеннен кейін төмен қарай имбаланс қалдырылды. Содан соң мен позицияға қай уақытта кірдім шортқа. Так, мен шортқа мына уақытта кірдім, 290 деген бағадан примерно. Стопты былай қойдым. Тейк менде примерно 837 ма осылай жабылған болатын. Не успешно бағамды тейкпен жабылдым. Так, негізі былай қарай да созуға болушы еді, 4 әрі қылып, бірақ олай созбаймын деп шештім. Ал евро бойынша мен тейкім, тейк дегенде мен сағат осы уақыт осы жерден қайта разворот алып бара жатқан кезінде шығып кеттім. Егер позицияда отырсам безубытокпен жабылатын едім. Вот осылай кетіп қалатын еді позиция. Так, негізі өте жақсы күн болды бұл уақытта. Өте жақсы трейд, өте жақсы күн, четко тейкпен жабылдым. Так, потом фунтты көрсеттім мен, иә, қалай болғанын жалпы. Так, сосын бізде 30 қаңтар күні премаркетпен бөлістім. Герді лонгқа алдым, тейк берді, позицияны жаптым сәтті түрде. И фунт пен евроны тоже зашартил. Давайте көрейік, не позиция болды. 30 күні қарайық. Мына трейдті алғаннан кейін баға мына жақтағы бізде ликвидностьті шешті. Ликвидностьті шешкеннен кейін мен Азияны көрдім. Азия бізде не істеп келе жатты? Азия бізде ликвидностьті қалдырып, аккумулятор жасап келе жатты мына жақта. Кіші таймфреймда, иә. Вот, и осы 2-1-де лоудың тұрған жерінен мен баға ликвидностьтің шешкенін көрген соң сразу, вот, то есть ликвидность шешті дегенде примерно мен мына аймақта лонгқа кірдім. Шешілгеннен кейін стопты басында мына жерге қойғам. И тейк менде примерно осылай болған. Содан кейін баға былай агрессивно өсіп баратқанын көрдім де стопты былай қарай жылжытып, и уже осындай позиция менде шықты. Жалпы так, позиция біткен жоқ. Осындай позиция болды. Негізі бұны кіші таймфреймда да басқандай логикамен алуға болатын еді. Мысалы баға мына франкфуртский хайды асқаннан кейін, закреплениядан соң, мысалы мына имбаланстан әдемі безопаснолау позиция алып жіберуге болатында еді, мысалы. Осындай. Бірақ мен ондай позиция өкінішке орай алмадым. Маған осы жерде позицияға кірген ыңғайлырақ болды, примерно. Стопты мынаның артына қойып. Жалпы осындай позиция болды. Енді так, баға мынаны жаңартқаннан кейін мен алдында мына жерде шығып кетемін деп шештім. Келесі евро мен фунт тура сол күні. Давайте қарайық. Так, фунт бізде шортқа қарай кетіп бара жатыр, иә, төмен қарай құлатып жатырмыз бағаны.
вот ликвидность шешкенбиз. Мына жакта тоже ликвидность шешилген, имбаланс толтурулган. Және менде фактор ол 4 сағаттық имбаланс болды. Осы имбаланстың ішінен кіру менде мақсат болды, ал безопасный зона ретінде мен осы аймақты алған болатынмын. То есть осы жерден позицияға кірдім, 2 РР қойдым. Вот, және баға успешно түрде тейкпен жауап берді по идее, бірақ мен бұдан өзім ертерек шығып кетейін деп шештім, өйткені мен сауда уақытым аяқталған болатын. Осы жерде примерно осы аймақта шықтым, вот 111 мен примерно, бірақ успешно өз позициямды жаптым деп ойлаймын. Так, келесі менде евро. Так, евро бұл бізде басқандай трейд бойынша болды. Так, ол бізде евроны мен 400 бағасынан алғам. Так, мына жерде тренд құлап бара жатыр, ликвидность шешілген. Стопты осы лоудың артына қойдым. Тек менде 2 РР болған негізі, бірақ мен өзім алдында мына аймақтан 970 бағасынан примерно шығып кеттім. Бұл жерде менде 1.27 РР болды, но все равно мен плюста қалдым былайша айтқанда. Так, сосын не айтқым келді, жалпы бұл трейдтардың барлығы менде ереже бойынша орындалды, яғни ешқандай ережені бұзғым келмеді. Мысалы, мына трейдті мен до конца ұстап 2 РР жеткізем деп отырмада болушы еді, сағат нешеде 9:30-ға дейінше, бірақ мен өзімнің ережем бойынша осы жерде шығамын деген шешім қабылдадым. Бастысы өздеріңіздің ережелеріңізді сақтауларыңыз керек. Мына жерде айтылғандай patience, discipline, fearless деген сөздерге мән беріңіздер. Patience ол discipline, дисциплина, fearless ол беріп тұрса қорықпау керек деген ақпарат. Сондықтан өздеріңізге сеніңіздер, сауда стратегияларыңызға сеніңіздер, және оны бұлжытпай орындаңыздар. Сол кезде сіздерге нәтиже, жетістік болады. Ал сіздермен бірге болған туралы крипто сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Телеграм каналым осы. Жазылыңыздар, санын 500-ге жеткізейік. Давайте, хабардамыз.